сейіл, оның қасиетті қара шаңырағы әр қашанда жоғары. Балалардың патриоттық сезімдерін ояту мақсатында жасақталған. Қазақстанның қара шаңырағының аясында әр ұлтты мемлекеттің, әр ұлттардың бірлігі, достығы, ынтымағы жарасқан ел екендігі көрсетілген. Міне керемет, мынау биік тұрғыдан көтерілетін тіке жол ғой. Иә, салауатты өмір салтын құруда бұл біздің балаларымыздың спорттық жиынтығы жуниор деп аталады. Бұл жерде балалар денелерін шынықтырып, спортпен шұғылданады. Қарашы, мына аймақта балалар табиғатты аялауға, қорғауға тәрбиеленеді. Бұл жерде біздер балалармен бірге бақылау жұмыстарын жасаймыз және оларды қағаз бетіне түсіріп отырамыз. Мінекей мына жерде балалар өздерінің қолымен наурыз айында еккен тұқымдарымыз, оларды күнде бақылап дәптер бекітіп отырамыз. Осы жерде балалар өлі табиғатпен және тірі табиғаттармен танысады. Тамаша, қандай керемет. Мынау аспан әлемі мені де елтіп барады. Бұл жерде біздер балалармен бірге аспан әлеміне саяхат жасаймыз және тәжірибе жүргіземіз. Сан салалы ғажайыптар әлемі білімнен басталады. Иә, бұл жерге келгенде балалардың шығармашылықтары артады. Өздерінің ой-қиялдарын қағаз бетіне түсіреді және балаларымыз алғашқы кітаптармен осы жерде танысады. Икемдеп тұрмыз өмірге, шалқыған шаттық көңілге, жүргізуші, аспазшы, танымал осы өңірге. Балаларымыздың бірі аспазшы, бірі дүкенші, бірі шаштараз, бірі жүргізуші болып ойнап, бір-бірімен туыстық қатынасқа түседі. Және біздің өндірушілеріміздің ойыншықтары, сертификаттары бар. Мына сиқырлы сахнада барлық бала өнер көрсете ала ма? Әрине, бұл жерде, бұл сахнада балалар өздерін жұлдыздарша сезінеді және бұл аймақта біздер балаларға психологиялық тұрғыдан көмектесіп отырамыз. Қауіпсіздік орта балабақшадан басталады екен ғой. Бұл аймақта ортаңғы топ балалары жауапкершілікті сезіну үшін жасақталған аймақ. Ғажап, мына жерде ертегі кейіпкерлер тұр ғой. Әсем қуыршақтар, қандай керемет. Иә, біздің балаларымыздың балабақшада әр күні қызықты болып өту үшін біздер әдейі қуыршақтар театрын жасақтадық және саусақ театрлары. Мінекей, біздің балаларымыз және үстел үсті ойындарымен де ойнайды. Көліктер
гүлдер көп арылған, шамдары әсем жағылған, ереже боп жүруге белгілер ой танылған. Балаларымыз осы белгілерді білу үшін, жол ережелерін білу үшін осы макетті өз торыма жасақтадым. қуаныштымын. Өзімнің жолдастарыма, достарыма осы топ туралы баяндап беремін. Осы дамытушы ортада бүлдіршіндердің дені сау, қабілеті жоғары, өнерлі бүлдіршіндер болуларыңызға тілектеспін. Рахмет.
Сау болыңыздар. Сау болыңыз.